Бүгінгі бұл видеода авиация қазақ тіліндегі сабақтарының алғашқы сабағында Бернулли принципі мен аэродинамикалық күштер туралы сөйлесетін боламыз. Бұл тақырыптарды түсінген кезде сіздер ұшақтың қалай ұшады деген ең қызықты сұрақтардың біріне жауап бере алатын боласыздар. Ал ендеше кеттік. Алғашқы ол Бернулли теңдеуі. Осы Бернулли теңдеуінің түсіну арқылы көптеген аэродинамикалық құбылыстар және гидромеханикалық құбылыстар түсінуге болады. Алғашқыда оның авторы бұл жерде көрсетілген. Осы Бернулли деген ғалым ең алғашқы рет 1738 жылы Страсбургта гидродинамика деген еңбегінде тұжырымдаған. Яғни бұл жерде біз сұйықтықтың жылдамдығын және сұйықтықтағы құбылыстарды түсіну арқылы Бернулли теңдеуін түсіне аламыз. Бұл жерде ең маңызды өлшемдердің бірі, яғни тығыздығы, жылдамдығы, қысымы және үдеу көрсеткіштері. Осы күштердің қысымның және потенциалды энергияның қосындысы тең, бұл бір-біріне тең болғанда әрқашан тұрақты болады. Әрине бұл идеалды газ үшін. Өмірде әрине басқаша. Бұл өмірдегі әртүрлі жағдайларын келесі осы жерде көре аламыз. Яғни теңдеудің сол жағындағы алғашқы екі мүшенің қосындысы сұйықтықтың бірлік масса қатысты потенциалдық энергиясына тең. Яғни ол үшінші мүшесі сұйықтықтың кинетикалық энергиясына тең болып табылады. Яғни сұйықтықтағы әртүрлі сипаттамалық белгілерді, тығыздықты және ыдыстың биіктігін және тығыздық, әртүрлі жылдамдық секілді көрсеткіштердің негізгі көрсеткіші ол екі энергияның бар тоғысады. Ол потенциалдық және сұйықтықтың кинетикалық энергиясы. Яғни демек тұтас алғанда бұл теңдеу қозғалыста сұйық ағыны үшін механикалық энергияның сақталу заңын өрнектейді және сипаттайды. Және тығыздық, қысым және қозғалыстағы биіктік, ыдыстың ортаның биіктігі негізгі тәуелділікті белгілейді. Бұны осындай бұл экрандағы Бернуллидің теңдеуінің осындай түрін көруге болады. Бұл жерде бұның барлығы бар, және биіктік, қысым және ауаның жылдамдығы сияқты көрсеткіштер көрсетілген. Яғни бұл жерден нені түйе аламыз? Бернулли теңдеуі арқылы жылдамдық пен қысым және ауа және сұйықтықтың тығыздығын арасындағы арақатынасты түсінуге болады. Яғни ол дегеніміз жылдамдық жоғары болған сайын қысым да жоғары болады. Тура пропорционал. Ал жылдамдық жай болған кезде ол кері пропорционал, яғни қысым да төмендейді. Осы байланысты ұмытпаңыздар. Қазір оның маңызды алда түсінесіздер. Яғни Бернулли принципі бойынша сұйықтық немесе газ ағынының жылдамдығы артқан жерде қысым азаяды. Керісінше, жылдамдық төмендеген жерде қысым көбейеді. Бұны ең маңызды принциптердің бірі болып табылады. Бұл жерде екі ауа ағынын көре аласыздар, және осындай трубадан өткен кезде оның қысымы, жылдамдығы және өзгеретін болады. Бұл жаңағы принциптің негізгі мысалдарының бірі. Және де бұл принцип энергия сақталу заңында негізделеді. Яғни идеал сұйықтықтағы ағын сызығы бойында үш түрлі энергияның қысымдық, потенциалдық, кинетикалық энергияның қорытындысы әрқашан тұрақты болады деген сөз. Ол нені айта аламыз? Яғни бір энергияның үшеуінің қосындысы тең болса, яғни бір энергия артқан кезде басқа энергия төмендейді. Яғни
және де әртүрлі көрсеткіштер өзгерген кезде потенциалдық, кинетикалық немесе қысымдық энергиялар құбылып тұрады. Бірақ олардың қорытындысы әрқашанда осынысы тең болады. Бернулли принципі ұшақ қанатының көтерілу күші сияқты аэродинамикалық күштердің негізінде жатыр. Бұл дегеніміз Бернулли теңдеуін түсіну арқылы және оның көрсеткіштерін түсіну арқылы біз көптеген аэродинамикалық күштердің қалай пайда болатынын, қалай әсер ететінін түсіне аламыз. Яғни әртүрлі табиғаттағы құбылыстардың негізін тұрақты қыла тұра біз осындай формулаға келтіре аламыз. Негізгі айта кеткенде идеал газ үшін осындай формула болады. Және оң жақтағы бұрышындағы эксперименттік кескін сурет арқылы байқасаңыздар, жаңағы айтып кеткен барлық негізгі құбылыстары осы теңдеулермен түсіндіруге болады. Оның барлығы аэродинамикалық күштер және әртүрлі құбылыстар деп аталуға болады. Аэродинамикалық күштер 4 ең қажетті бізге аэродинамикалық күш бар. Яғни оны әртүрлі физикалық заңдармен алдағы уақытта түсінетін боламыз. Бұл күштердің ең алғашқысы әрине ол көтерілу күші. Және жаңағыда айтып кеткендей, ол Бернулли теңдеуі арқылы түсінуге болады. Көтеру күші подъемная сила дейді, лифт дейді, жалпы ұшақ қалай көтеріледі. Ұшақ алға жылжыған кезде, қозғалған кезде осындай ең маңызды суретке назар аударайық. Бұл графикте біз көретініміз ауа осы қанаттың кескіні, яғни осы қанат ұшақ алға қарай жылдам қозғалған кезде ол ауаны кесіп өтеді және қақ жарып өтеді. Яғни ауа екіге бөлінеді деуге болады. Екі түрлі ағын пайда болып, ол ұшақтың қанатының жоғарғы бөлігінде және төменгі бөлігінде жылдамдық, тығыздық көрсеткіштері әртүрлі болады. Жаңа Бернулли теңдеуінде айтқан тәрізді, бұл жерде жоғарғы бөлігінде қысым төмен болады, себебі жылдамдық жоғары, яғни және астыңғы бөлігінде қысым жоғары болғандықтан екі түрлі қысым пайда болады, астында және үстінде қанаттың. Бұл екі түрлі қысымды сипаттау арқылы екеуінің айырмашылығы ол көтеру күші болып табылады. Яғни үстіндегі қысым төмен болғандықтан және астында жоғары болған қысым жоғары болғандықтан, жоғарғы қысым осы артып ұшақ төбеге самғайды. Бұл жерде сіздер шағаланың қанаты мен ұшақтың қанатының ұқсастығын көре аласыздар. Екі жақтағы осы көтеру күшін, ауа қысымының айырмашылығы көтеру күшін тудырады. Бұл тағы да жаңа ауаның әртүрлі бөлшектері, молекулалары ағынның жылдамдығы үстінде төмендегіден жоғары болса, және қысым төменнен жоғары қарағанда үлкен болғанда көтеру күші пайда болады. Бұл жерде ауа ағыны, яғни қанат ауа ағынын осылай кесіп өтеді. Алдында түсіндіргендей осы бірер сәт бұрын, бұл жерде ауаның қанаттың жоғары бөлігінің қысымының аздау екенін және астыңғы бөлігі жоғары екенін жалпы түсінуге болады. Осының айырмашылығы көтеру күші деп айта аламыз. Келесі итергіш күш, яғни қозғалтқыштар немесе винттердің арқылы пайда болатын ұшақты алға жылжытатын күштерді осылай айтамыз. Қозғалтқыштар ұшақты алға итереді және қажетті алға бағытталған қозғалыс береді. Яғни жаңа айтқандай қанат ауадан қозғалу үшін оны қозғалтқыштар өзінен, келесі видеода түсіндіретін боламын, өзінен ауа ағынын өткізіп, ыстық газдарды шығарып, ұшақты алға қарай жылжытады. Тежегіш күш. Ауа кедергісі
ол itергіш күшке қарсы жұмыс жасайды. Яғни ауаның әрбір бөлшегі молекуласы қанаттың, ұшақтың үстінен түсіп, оған қарсы әсер етеді. Ауаның кедергісі деуге болады. Ол осындай әрекеттер арқылы табиғатта түсінуге болады. Келесі ол әрине салмақ. Әрбір ұшақтың өзінің салмағы болады және жердің тартылыс күші арқылы ол төменге қарай ұмтылады немесе құлайды. Осыны салмақ деп айтады. Осы төрт күшті басқару арқылы ұшақтар ұша алады. Яғни алға жылжытатын қозғалтқыштар және қанаттың көтергіш күштері, аэродинамикалық күштер ұшақты ұшу мүмкіндігін береді. Яғни ауа қозғалыстың заңдарының түсіну арқылы, осы төрт күш төрт жақтан әсер ету арқылы және оны басқару арқылы әртүрлі аэродинамикалық айлалармен оның ұшақтың қалай ұшатынын түсінуге болады. Осы видеоны қарағаныңызға көп рахмет. Бұл тақырыптардың әрбіреуіне алдағы уақытта көптеген видеолар түсіретін боламын, жасайтын боламын. Және қозғалтқыштар, авиациялық әртүрлі терминдер барлығын осы арнада жүктейтін боламын. Көп рахмет. Арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Бұл маған қосымша мотивация береді. Көп рахмет, сау болыңыздар.